Баршаңызға сәлем, сіздермен Фируза. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге өте тәмді және қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Өз қолыңызбен жасасаңыздар, осындай керемет тәмді болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен еліктен өткізілген ұнымызды алып, үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз, 1 ас қасық қантымызды және 1 ас қасық дрожжімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен 1 стакан жылы сүтімізді құямыз және 1 стакан жылы суымызды және жарты стакан сұйық майымызды құйып, қасықпен араластырып аламыз. Біздің сүтіміз де суымыз да барлық жылы күйінде болу керек. Сол кезде біздің қамырымыз өте жақсы көтеріліп шығатын болады. Осылай қасықпен араластырып болғаннан кейін ары қарай қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болып шығуы тиіс. Енді қамырымыздың бетін целлофанмен жауып, 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтеріліп шықты. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бөліктерге бөліп алып, қамырымызды осылай қолымызбен дөңгелетіп аламыз. Одан кейін қамырымызды жайып шығатын боламыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жайып шықсаңыздар болады. Оқтаумен жайсаңыздар да, қолыңызбен жайсаңыздар да болады. Мен өзім қолыммен жайып шықтым. Осылай жайып шыққаннан кейін бетіне соусын жағып шығатын боламыз. Соусын өз қалауыңша жасасаңыздар болады. Мен кетчуп пен майонезімізді араластырып, 1-2 дана чеснокты үккіштен өткізіп қостым және кішкене укропты майдалап турап қостым. Осылай соусымызды жағып шыққаннан кейін үстінен салмасын саламыз. Салмасын да өз қалауыңша жасасаңыздар болады. Ең алдымен сырымызды сеуіп шығамыз және туралған шұжығымызды салып шығамыз. Шұжықтарымызды осылай салып шыққаннан кейін үстінен тағы да үккіштен өткізілген сырымызды сеуіп шығатын боламыз. Және қызып тұрған пешімізде пар болғаны 5-7 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Одан артық ұстамаңыздар, пиццаларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Міне біздің пиццамыз осындай жұмсақ, керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.